Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында өте дәмді пицца дайындаймын. Қазір ұнымызды ең бірінші електен өткізіп аламыз. Содан кейін бір шай қасықпен қант қосамыз толтырып. Одан кейін бір шай қасықты толтырмай тұз қосамын. Содан кейін оливковый май құямыз үстінен. Және бір шай қасықпен дрожжи. Енді үстіне жылы суды құйып, қатты қылмай, жұмсағырақ қылып нанымызды илейміз. Нанымызды илеп болғаннан кейін, осындай 3 бірдей бөлшекке бөліп аламын. Өйткені менде 3 пицца шығады. Дайын болған нанымыздың үстіне май жағып, бетін орамалмен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашып, дайын болғанша енді пиццамызға соус дайындаймын. 2 осындай кішкентай пиязымызды турап, жақсылап, жіңішкерек қылып турап аламыз. Сковородкамызға азғана май құйып, осы туралған пияздарымызды жақсылап, қызыл түске енгенше қуырамыз. Міне, пиязымыз қып-қызыл болып қуырылды. Енді томат пастасынан осы пияздарымыздың үстіне саламыз. Мен 3 пиццаға арнап жасап жатырмын. Үстінен кішкене су құямыз, содан кейін бір шай қасықпен қант, және де азғана тұз қосамын. Және өздеріңіздің қалауларыңызша чеснок қоссаңыздар, қарабұрыш қоссаңыздар да болады. Дайын болған соусты осындай ыдысқа салып аламын да, қазір бір келкі етіп осы блендермен еземін. Езбесеңіздер де болады. Содан кейін эмирдің осындай моцарелла деген сырын алып, 1/3 бөлшекке бөлемін. Бір бөлшегі бір пиццаға жетеді. Міне, бұл сырымыз бір пиццаға өте молынан жететін болады. Енді соусымыз да дайын болған тестамызды оқтаусыз қолдың көмегімен осылай жайлап жайып аламыз. Қатты басып тесіп жібермеңіздер, өстіп ақырын жайсаңыздар өте жақсы жайылады. Дөңгелек бір келкі алып жайып аламыз. Міне, осындай болып жайылады. Менде осы пиццаға арналған формочка бар. Мен сол формаға салып пісіремін қазір. Егер ол форма болуы міндетті емес, болмаса басқа да өзіңізде бар формаларға салып пісіре бересіздер. Формамды алдым. Түбіне кішкене ұн себемін, осылай жабысып қалмас үшін. Енді пиццамыздың тестасын осыған салып аламыз да, үстінен соусымызды жағамыз. Соусты өте молынан жағып жатырмын. Аз болып қалса да дәмсіз болып қалады. Енді сырымызды бір келкі етіп, барлық жағына жеткізіп салып шығамыз. Негізі сыр өте молынан жетеді. Және мен осы бірінші пиццаны колбасамен жасаймын. Балалардың сүйікті жаңағы пиццалары осы колбасамен. Духовкамызды алдын ала 250 градусқа қыздырып, 7-8 минут осылай пиццамызды ұстаймыз. Міне, өздеріңіз көріп тұрғанда 7-8 минуттың ішінде өте дәмді болып шығады. Міне, піскен, өте жұп-жұқа, дәл пиццериядағыдай деп айтса да болады. Міне, енді екіншісінде дәл солай қолмен жайып алып, соусын жағып, бетіне сырын сеуіп,
Екінші пиццаны мен помидормен жасаймын. Помидормен балалар көбінесе ұната бермейді. Өзіміз жейміз помидормен. Ал үшінші пиццаны тағы да колбасамен жасаймын. Міне сырымыздың барлығын салып алдық. Енді осылай помидорларды өздеріңіздің қалауларыңызша кесіп, үстіне қойып шығасыздар. Помидорды майда кубик қылып турап, болгар бұрышын қосып жасасаңыздар да болады, саңырауқұлақ қосып жасасаңыздар да болады. Міне 7-8 минуттың ішінде піседі. Мен кішкене ұмытып кетіппін, 10 минутта менде сырларым беті қызарып кетті. Бірақ еш нәрсе етпейді, өте дәмді болып шығады. Енді міне соңғы пиццамыз, үшінші пицца. Өстіп қолмен жайып аламыз. Бетіне соусын жағып, сырын сеуіп, бұл пиццаны да колбасамен жасаймын. Бетіне колбасасын қойып, қызып тұрған 200 градус пеште 7-8 минут ұстаймыз. Міне достар, осымен біздің пиццамыз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.